Түлкі, тасбақа, кене. Баяғыда түлкі, тасбақа және кене жолда келе жатып, бір уыс тары тауып алыпты. Үшеуі ойлана келе, мұны жерге сеуіп өсірейік, содан соң дәнін бөліп аламыз дейді. Түлкі бір жарды көрсетіп, тарыны осы жерге егейік, мен жарды сүйей тұрайын, болмаса құлап кетер деп жардың астын саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырмалап, кене тарыны сеуіп әлекке түседі. Сөйтіп екеуі көп бейнет шегіп тарыны өсіреді. Піскен соң оны орады, онысы бір аяқ тары болады. Біреуі түлкіні шақырып келеді. Ол, бұл тарыны үшке бөлсек, әр қайсымызға тиетін үлес аз болып қалады. Сондықтан жарысайық, кім озса түгелімен сол алсын дейді. Сонда үшеуі бірге бір жерге келіп қатарласа тұрады. Ал кеттік деп жөней бергенде, кене түлкінің башпайына жабысып бірге кетеді. Түлкі өліп өшіп, межелі жерге жеттім-ау деп отырғалы жатқанда, «Ей, мені басып кетесің бе?» дейді кене. Түлкі, «Сен қашан келдің?» деп таңданады. Екеуі дауласып жатқанда тасбақа да жетеді. Тасбақа, «Ойбай, түлкі, мен бір бәле көріп келдім. Сендер кеткен соң атқа мінген екі адам келіп, түлкіні тауып бер деп лаң салды. Қолдарына қондырған бүркітімен ерткен тазылары бар» дейді. «Айналайындар, мен айта көрмеңдер, мына тарыны өздерің бөліп алыңдар. Мен сендерге ризамын, олар келсе қайда кеткенін білмейміз деңдер» деп түлкі қаша жөнеліпті.